Қазір мен ең алғашқы сұрағымды Жұлдыз Сүлейменова ханым өзіңізге бағыттайын деп отырмын. Жалпы осы президенттің жолдауында мына балалардың мәселесіне, балалар қауіпсіздігі мәселесіне өте ерекше назар аударылған болатын. Оның ішінде мысалға жол, ғимарат, киім-кешек, азық-түлік, яғни барлығы балалар үшін қауіпсіз болу керек. Сондай-ақ өскелең ұрпақтың психикалық саулығы өте маңызды мәселе деген президенттің жолдауында осындай сөздер болды. Жалпы енді сіздерге қазір енді министрліктер келіп, осы жолдау барысында жүзеге асыратын жұмыстарына байланысты өздерінің жоспарларын жеткізіп жатқан шығар. Жалпы енді осының орындалу барысы қалай жүзеге асу керек? Осы бағыттағы өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз. Қайырлы күн, құрметті хабар агенттігінің көрермендері, құрметті Еркін Байғабылұлы. Өте өзекті сұрақ. Бірінші мәселе, министрліктер бізге келіп есеп бергеннен бұрын заң шығару органының өкілі ретінде бізде өзіміздің осы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жалпы міндеттеген тапсырмаларын заңнама жүзінде орындалуына қатысты үлес қосып жатырмыз. Бірінші біз білім туралы, сонымен қатар тәлімгерлік мәселелер жөнінде Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы мәселеге бастамашылдық көтердік. Ол әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы Аймағамбетов Асхат Қанатұлымен бірге. Бұл жерде мысалы бұл заңның қандай ерекшелігі бар? Бұл жерде 88 өзгеріс нормалар енгізілді. Қазір біз үкіметке жолдап, үкіметтен оң қорытынды күтіп отырмыз. Ең негізгі мәселе, біз мысалы құрылыс туралы 2001 жылы қабылданған заң жобасына өзгерістерге бастамашылдық еттік. Оның ішінде мысалы жаңа сіз өзіңіз айтып отқан балалардың құрылыс, балаларға білім беретін ғимараттар, балалардың тәрбиесі жүзеге асырылатын барлық мемлекеттік мекемелердің қауіпсіз болуы. Осы ретте біз қазіргі таңдағы әлеуметтік объектілерді салған кезде және салғаннан кейін сол объектілерді қабылдау комиссиясы міндеттеледі. Қабылдау комиссиясы. Оған міндетті түрде білім саласының қызметкерлері, мүгедектігі бар азаматтардың сол комиссияның құрамында болуы міндеттелетіндігі туралы норма қарастырып отырмыз. Екінші үлкен норма, егер тұрғын үй алабына, мысалы, ПСД-ға тапсырыс алғысы келетін болса, онда соның қасында қол жетімді жерде мектеп, аурухана және әлеуметтік қызметтерді көрсететін сондай орталықтар болу қажет. Бұны да біз қосып отырмыз және барлық қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың, Астананың бас жоспарына да дәл тұрғын үй алаптарын енгізбес бұрын міндетті түрде әлеуметтік инфрақұрылым мәселелері қарастырылуы қажет. Енді қауіпсіздікке байланысты. Оқулықтан бастап ғимараты, отырған жері барлығы баланың психологиясына, жас ерекшелік дамуына сәйкес болуы қажет. Бұл архитектура, бұл инженерия, бұл білім саласы, бұл бүгінгі таңдағы оқулықтарды. Енді біз Аманат партиясының жанында білім беру және денсаулық сақтау мәселелері жөнінде республикалық кеңесте де орталық мемлекеттік органдар шақырып, жоспар құрып, сол жоспарда тыңдап, сонымен қатар өзіміз заңнама шығармашылығымен айналысатын парламент өкілдері ретінде заңнамалық тұрғыдан қандай қолдау көрсететінімізді жүзеге асырып жатырмыз. Нақты психологиялық қызметке келетін болсақ, бірінші сессияда біз мысалы қазір оқу ағарту министрлігінің 77-ші бұйрығы бар. Ол бұйрықта 30 класс комплектен жоғары ғана болған кезде мектепке екінші психологты рұқсат етілген. Ал бүгінгі таңда біз бір психолог 500 балаға қызмет етсін деген норманы енгізіп отырмыз. Бұл жалпы енді бұл да сондай қатты орта көрсеткіш емес. Мысалы, бір психолог 100 балаға жеткізуіміз қажет. Біріншіден бізде психология саласының қызметкерлерінің мамандарының тапшылығы жоғары. Екінші, мектепке келіп қызмет еткісі келетін жалпы біліктілігі жоғары мамандарымыз тапшы болып тұр. Үшінші, жалпы мектептің ата-аналардың осы психологиялық қызметке деген көңілін біз қайта қарауымыз керек. Кезінде Жүсіпбек Аймауытовтың психология туралы еңбегі бар. Сол жерде де психологияны жалпы ақыл ой, баланың жүрегінің, тәнінің, сезімдерінің ғылымы ретінде көрсетеді. Менің ойымша бүгінгі таңдағы білім беру бағдарламаларында, мысалы,
психологтарға биыл қабылдаудың емтихандарында 75 балмен өткендері бар. Мысалы, мен физика пәні мұғалімдігіне өткен ең шекті балын көрдім, 100 балдан жоғары. Ал психология мамандығына ең төменгі шекті бал 75 бал. Бұл енді сондай бір жоғары көрсеткіш емес. Сәйкесінше бұл салада бірінші мектептен осы пәнді сүйіп оқуға құштар азаматтар келсе, сонымен қатар жоғары шектік бал жинаса, екінші жалпы психологиялық пәндік құзыреттіліктерін арттыратын жалпы білім беру бағдарламаларын жетілдіру қажет шығар деген ойдамыз. Сонымен қатар жалпы бұл пән қолданбалы болу қажет. Бұл жерде біліктілік арттыру курстарына да көп мән беруіміз қажет. Біз енді көп шетелге қараймыз бұл мәселеде. Бірақ дегенмен Мағжан Жұмабаевтың, Жүсіпбек Аймауытовтың бұл салада терең зерделенген еңбектері бар. Сол еңбектерге де ұлттық құндылық ретінде ұлттық педагогикаға да қайтадан сол өзегімізді бір қарап, бір бойлап, бір зерделеуіміз қажет деген ойдамын. Өте дұрыс, өте дұрыс. Енді тағы да осы президент жолдауынан бір үзінді оқи кетейін. Мемлекет басшысы ретінде кәмелетке толғандарға жасалатын зорлық зомбылықтың кез келген түріне қатысты жазаны күшейтуді талап етемін деген жолдар болды. Осы бағытта енді шынымен де бұл енді осы соңғы жылдары қай өңірлерде болмасын осындай оқиғалардың болып жатқанын көріп жатырмыз. Қайдан ақпарат құралдарынан болса да, әлеуметтік желіден болса да. Енді осындай қылмыстарды жасаған адамдарға жазаны күшейту бағытында қандай ұсыныстар түсіп жатыр? Маған қойыз. Иә, Жұлдыз ханым, сізге. Негізі біз осыдан 2 апта бұрын Аманат партиясының фракциясының отырысын өткіздік. Дәл осы оқушылардың, жалпы балалардың зорлық зомбылығына қатысты жазаны күшейтуге байланысты. Біздің фракция отырысына бала құқықтары жөніндегі уәкіл арнайы келіп қатысты. Бүгінгі таңда бала құқықтары жөніндегі уәкіл Закиева Динара ханым жалпы осы балаларға зорлық зомбылық танытатын азаматтарға жазаны күшейтуге байланысты 50-ден астам заң нормаларын үкіметпен бірлесіп мәжілісте талқылап жүр. Бұл әрине әзірде концепция, бірақ үкіметке жолданып, үкіметтен оң қорытынды жасалатын болса, ол бізге заң жобасы ретінде енетін болса, біз фракция ретінде жалпы осы жазаны күшейтуге байланысты. Сонымен қатар енді жазаны күшейткеннен кейін де жалпы бұл жерде идеологиялық бір қатар жұмыстар жасалуы қажет. Фракция төрағасы Қошанов Ерлан Жаханұлы бұған қатысты тапсырмалар берді. Оның ішінде тәрбие жұмысын тереңдету, тәрбие компонентін білім саласында күшейту, психологиялық қызметтің мазмұнына өзгерістер енгізу және осы балаларымызға зорлық зомбылық танытқан азаматтардың жазасын күшейтуге қатысты заңның нормаларын тереңнен қарастыру. Күні кеше мәжілістің заңнама және құқықтық сот реформалар комитетінің бастамасымен бұл мәселеге тағы да жұмыс отырысы өткізілді. Бұл мәселе парламенттің жалпы күн тәртібінде, сондықтан назарында біз бұл мәселені заңнамалық тұрғыдан, заңнамадан бөлек жалпы идеологиялық тұрғыдан, сонымен қатар педагогикалық тұрғыдан шешімін тауып, нәтижелі шешімі жүзеге асырылуын қалаймыз. Осыған қатысты Аманат партиясының фракциясының мүшелері ретінде еңбек етіп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Қазір осы білім балалар тақырыбына байланысты тағы да оралатын боламыз. Қазір біз енді тағы да мына осы жолдауда көтерілген мына салық мәселелеріне қатысты сөз қозғайық деп отырмыз. Қазір ең алдымен президенттің осы салыққа қатысты айтқан жолдаудан үзіндісін тыңдап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды жалғастыратын боламыз. Салықтық әкімшілендіру мәселесіне келсек, фискалды органдар мен салық төлеушілердің қарым-қатынасын қызмет көрсету үлгісіне көшірген жөн. Басты мақсат жазалау емес, ескерту болуға тиіс. Салықтық бақылау ісін толық цифрландырып, есептілік формаларын 30%-ға қысқарту қажет. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің санын кемінде 20%-ға азайту керек. Айтарлықтай түсім әкелмейтін төлемдерді толығымен алып тастап, қалғандарын біріктіруге болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір осы салық мәселелеріне байланысты біз сұрақтарды ұлттық экономика министрлігі салық және кеден саясаты департамент директорының орынбасары Нұрлыбек Шаймаханов мырзаға қояйық деп отырмыз. Нұрлыбек мырза, жаңа президенттің жолдауында келтірілген осы тапсырмалар қалай орындалып жатыр және қандай жоспарлар қазір алға қойылып отыр?
Нұрлыбек мырза, тыңдап отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, былтыр мемлекет басшысы өзінің жолдауында жаңа салық кодексін әзірлеу туралы тапсырма берді. Ол кезде негізгі міндеттерін қойған болатын. Енді биылғы жылғы жолдауда тағы да салық мәселелері бойынша нақты тапсырмалар берді. Ол тапсырмаларды жаңа өздеріңіз көрсеттіңіздер. Негізінен ол тапсырмалар қазір әзірленіп жатқан салық кодексінің шеңберінде пысықталып жатыр. Атап айтатын болсақ, президенттің айтып өткені салықтық әкімшілендіруді жеңілдету. Яғни бұл мәселе қазір қаржы министрлігі жұмыс жүргізіп жатыр бұл мәселе бойынша. Бұл негізінен цифрландыруға қатысты. Және де мемлекет басшысы салық жеңілдіктерін қысқарту туралы атап өтті. Бұл салық жеңілдіктерінің мәселесі соңғы бірнеше жылда көтеріліп жүр. Әртүрлі мінберлерде президенттің өзі атап өтті, депутаттар көтереді, әртүрлі қоғамдары көтеріп жатыр. Яғни салық жеңілдік. Қандай жеңілдіктер енді қарастырылатын болады? Енді көпшілікті мазалайтын сұрақтар осы. Соған жауап берсеңіз. Бұл жерде мәселе жеңілдіктерді бір ретке келтіру, және де тиімсіз жеңілдіктерді қысқарту. Яғни белгілі бір жеңілдіктер белгілі бір саланы дамыту үшін беріледі. Одан кейін ол саланың өзінің нәтижелері белгілі бір көрсеткішке жеткеннен кейін ол жеңілдіктердің өзектілігі жоғалады. Яғни осындай жеңілдіктерді қысқарту қажет. Қазіргі уақытта арнайы жұмыс тобы бар, осы жаңа салық кодексін әзірлеу бойынша. Сол жұмыс тобы шеңберінде әрбір салалық мемлекеттік органдар, бизнес өкілдері белгілі бір тақырыптар бойынша күнде жиналып, талқылап, кеңестер өткізіп жатыр. Сол талқылау нәтижесінде, талдау нәтижесінде қандай жеңілдіктерге тиімсіз деген баға беріледі, сол жеңілдіктер қысқартылатын болады. Жақсы, енді және тағы да бір жақсы мәселе атап өтілді. Шынымен де салық мекемелері осы өзінің қызмет барысында да бір реформалар жүргізілсе, оның ішінде мысалға мәдениетті түрде ескерту мәселесі, мысалға салық мәселесіне байланысты салық заңдылықтарын бұзып жатса, бір қылмыскер адам сияқты қарайтында кейде жағдайлар болып жатады. Соған байланысты президенттің де арнайы тапсырмасы бар. Кәдімгідей осы қызмет саласында бірінші ескерту жасап барып, содан кейін барып әрі қарай жауапкершілікке тарту мәселесін қарастыру керек деген ұсыныс айтқан еді. Бұл уақытта не істелетін болады? Бұл тапсырма берілді, яғни салық саласындағы жауапкершілікке тарту бойынша сол жеңілдету. Бұл мәселе негізінен салықтық әкімшілермен айналысатын қаржы министрлігінің құзыретінде негізі, және де құқық қорғау органдары айналысады. Сондықтан бұл мәселені сол жауапты органдардың өздері бұл мәселе бойынша пікір білдірген дұрыс болар. Қазір қандай жұмыс жүргізіліп. Жақсы, осы арада тағы да бір нәрсені сұрай кетсем бола ма? Мысалға, экономикалық сипаттағы кейбір заң бұзу әрекеттерін қылмыс санатынан алып тастау жұмысында жалғастыру қажет дегенде бір мәселе көтерген еді. Бұған байланысты не айтасыз? Сол жаңа айтып өткенім, сол экономикалық қылмыстардың ішінде соған салық саласында қылмыстарға ол аса атап айтып өтті. Яғни жалпы тапсырма экономикалық қылмыстарға, соның ішінде салықтық қылмыстарға қатысты. Яғни бұл мәселе бойынша осы құқық қорғау органдарымен қаржы министрлігі жұмыс жүргізуі тиіс. Жақсы, енді басқа да осы салық саласын реформалауға қатысты тағы да қандай жаңа істер қолға алынатын болады, соған да тоқталып өтсеңіз. Президенттің жолдауында бірнеше мәселе атап өтті. Оның бірінші мәселе осы өңдеу өнеркәсібі саласындағы жаңа кәсіпорындарды 3 жылға салықтан босату. Яғни бұл өте жақсы қолдау шарасы. Жаңа кәсіпорындарға Қазақстанда тауарларды өндіріп, жоғары өңделген тауарларды өндіруге ынталандыру шарасы. Яғни Қазақстан егер бір өңдеу өнеркәсібі ашылатын болса, жаңа өнеркәсіп, сол өнеркәсіп 3 жылға белгілі бір салықтардан босатылатын болады. Қазіргі уақытта бұл корпоративті табыс салығы, жер және мүлік салығы болуы мүмкін. Бұл мәселе талқылану үстінде. Бірақ бұл жаңа салық кодексінің жобасында міндетті түрде көрініс табатын болады. Жақсы. Енді мына салық мәселесіндегі тағы да бір өзекті мәселе, мысалға, мына жергілікті аудандар, өңірлердегі салықтық осы реформа жүргізу мәселесін әрі қарай жалғастыру керектігін айтты президент. Мысалға, кейбір салық түрлерін енді сол өңірдегі бюджетке түсіру мәселесін, әсіресе мына аудандарға қатысты. Осы бағытта қандай жаңа жұмыстар қолға алынатын болады?
Біріншіден, салықтарды түсімін республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге беру мәселесі бойынша бұл жұмыс бірнеше жылдар бойы жүргізіліп келеді. 20-шы жылы корпоративтік табыс салығының бір бөлігі берілген болатын, яғни шағын және орта бизнестен түсетін корпоративтік табыс салығы жергілікті бюджеттерге берілді. Соның нәтижесінде жергілікті бюджеттердің кірістері көбейді, олардың өздерінің ынтасы артты, яғни салықтарды көбірек жинауға, өздері кәсіпорындарының табыстарын көтеруге ынтасы артты, яғни салық түсімдері көбейді. Одан кейін осы 23 жылдан бастап белгілі бір төлемдер берілді, олардың сомасы 90 миллиард теңге шамасында. Президент тағы да тапсырма берді, 2 триллион теңге шамасында жергілікті бюджеттерге беру. Бұл бойынша қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл жаңа бюджет кодексінің жобасында көрсетілетін болады. Яғни қазір нақты салықтардың қандай салықтар берілетіні туралы есептеулер жүргізіліп жатыр. Сол есептеу нәтижесінде осы жылдың соңына дейін ол нақты белгілі болады, қандай салықтар берілетіні туралы. Жақсы, рахмет. Екінші мәселе, айтыңыз. Одан кейін берілді салықтық жеңілдіктерді жергілікті билік органдарының өздері анықтау бойынша. Бұл да өзекті мәселе. Мысалға, жергілікті аудан әкімдері, мысалға, енді кімге салықтық жеңілдіктер береді, соны өзі анықтай алады ғой енді, алдағы уақытта. Бізде енді білесіздер, Қазақстан унитарлы мемлекет, бізде салық жүйесі, бірыңғай салық жүйесі барлық жерде бірдей, бірақ жергілікті атқарушы органдар мен уәкілді органдардың өздерінің құқықтары бар. Салықтардың мөлшерлемесін реттеуге байланысты. Яғни қазіргі уақытта бөлшек сауда салығы бойынша, бөлшек салық режимі бойынша мәслихаттар осы салық мөлшерлемесін 4%-тен 2%-ке дейін төмендете алады. Яғни норманы пайдалана отырып, ол сол жергілікті жердегі бизнеске жағдай жасай алады, және де ол шешімді шығарған кезде бюджеттің өзінің мүмкіндіктеріне қарай шешім шығарады. Мысалға, Астана қаласында қазір 3% қойды, салық кодексінде 4% бірақ. Қарағанды облысының белгілі аудандары 2% қойып отыр. Олардың бюджеттің мүмкіндігі жетсе, өздерінің кәсіпкерлерін сол жерде қолдайды. Осындай нормаларды басқа салықтар бойынша қарастыратын боламыз. Жақсы. Онда келесі біздің тағы да осы жолдауды орындау барысына қатысты мына туризм саласына да жаңа міндеттер қойылған болатын. Президенттің осы жолдауда көтерілген үзіндісінен қазір тыңдап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды жалғастыратын боламыз. Экономиканы әртараптандыру бұрынғыдан да маңызды міндетке айналуда. Еліміздің туристік әлеуетін пайдалану керек. Туризм серпінді жобалар қатарында болуға тиіс. Өкінішке қарай, осы маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай жатыр. Еліміз басқа мемлекеттермен салыстырғанда артта қалып келеді. Жалпы кемінде 15 ірі жобадан тұратын нақты тізім дайындалуға тиіс. Осы салада бұрын болған қателіктерді қайталауға болмайды. Жобаларды тиімді қолдау шараларын және оларды орындау мерзімдерін нақты айқындау керек. Оны іске асыруға шетел инвесторларын және еліміздің бизнес өкілдерін барынша тартқан жөн. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді қазір осы туризм саласында қойылған міндеттер қалай орындалу жоспар жасалып жатыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі инвестицияларды тарту және ілгерілету басқармасының басшысы Нұрбол Байжанов мырзадан сұрасақ. Нұрбол мырза, сөз кезегін сізге берейік. Рахмет үлкен. Рұқсат болса, бірінші сөзімді осы дүниежүзілік турист күнімен құттықтасам. Осы салада қажырлы еңбек етіп жатқан ең әсерлі саладағы қажырлы еңбек етіп жатқан біздің құрметті әріптестер мен қадірлі турист достарымызды осы бүгінгі төл мерекемен құттықтағым келіп отыр. Бәрекелді. Енді осы жолдауға келетін болсақ, біз өз тарапымыздан мемлекет басшысының жолдауын орындауға кірістік. Біздің өзіміздің көзқарасымыз 15 ірі жоба бойынша бар. Алдын ала тізімін әзірлеп қойдық. Бірақ әрқашан дәстүрлі түрде әрбір жолдаудан кейін үкімет тарапынан жаңағы жолдауды іске асыру бойынша жалпы ұлттық іс-шаралар жоспары жасақталады. Қазіргі уақытта сол іс-шаралар жоспарын күтіп отырмыз. Осыған сәйкес үкіметтің ұстанымын, яғни жаңағы іс-шараларға, ірі жобаларға деген талаптарды күтіп отырмыз. Ол талаптар мысалы жаңағы жеке объекті бола ма, не болмаса үлкен кешен болу керек па, немесе туристік дестинация болу керек па,
ол инвестицияның көлеміне байланысты, немесе оның қуатына байланысты, жұмыс орнына байланысты жаңағындай осындай сияқты талаптарды күтіп отырмыз. Бірақ өзіміз үшін 15 шаралар тізімін әзірлеп қойдық. Олардың ішіндегі негізгі деген маңыздыларына тоқталып өтсеңіз, елдің назарына аударатын қандай жобалар бар ішінде? Енді қазіргі уақытта біздің білуімізше 15 ірі жоба, ол тек қана туризмді қамтымайды, басқа да экономиканың басым салаларын қамтиды деген ақпарат бар бізде. Жан-жақты қамталады ғой. Туризмнен бөлек, жаңа газ, мұнай болсын, металл өңдеу болсын, машина бөлшектерін әзірлеу, сондай сияқты басқа да салаларды. Азық-түлік мәселесі де бар ішінде, Сондықтан біз өз жобаларымызды айтқанды, ол әзірше ерте деп ойлаймыз, өйткені ол талаптарға сәйкес өзгеріп қалуы мүмкін. Бірақ енді ақпарат ретінде айтып өтейін, біз өзіміз жалпы туризм саласындағы инвестициялық жобалардың тізімін жүргіземіз. Әр уақытта мониторинг жасап, оларды жаңартып отырамыз, және іске асырылу кезеңдерін бақылап отырамыз. Қазір уақытта біздің пулдың ішінде 202 жоба бар, жалпы инвестиция көлемі 2,8 триллион. Іске асырылу кезеңі 2030 жылға дейінгі уақытты қамтитын болады. Жақсы. Ал биылғы ағымдағы жылға бізде жоспарда іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың саны 115 жоба, 288 миллиардқа, 1000 жарым жұмыс орнын құрумен. Жақсы, енді туризм саласына қатысты тағы да бір мәліметтерді сұрай кетсек, мысалға біздің еліміздің ішіндегі өзіміздің туристік нысандарымызға барып демалушылардың саны артты ма? Биылғы мәліметтер қандай? Енді мысалға қазір демалыс маусымы аяқталып қалды ғой. Сонымен қатар шетелден келіп біздің елімізді көріп демалып кеткен адамдардың да саны өсті ме? Осыған қатысты қандай мәліметтер бар? Әрине, біз осы туризмде жасалып жатқан жұмыстарды бағалау үшін ресми статистикаға сүйенеміз. Қазіргі уақытта енді жеке маусымды алып айту қиын, өйткені бізде ресми статистикалық ақпарат ол 90 сайын шығады. Бізде қазіргі қолда бар ақпарат ол осы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы. Соған сүйенетін болсақ, бірінші жарты жылдың қорытындысына сәйкес ішкі туристер саны 3,1 миллион адамды құраған екен. Ол өткен жылдың осы сәйкес кезеңімен салыстырғанда 400 мыңға өскен. Енді ағымдағы жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 9 миллионға дейін жетеді деп ойлаймыз, деп күтеміз енді. Ал енді сырттан келетін туристерді алатын болсақ, олардың саны осы 6 айдың қорытындысы бойынша 500 мың адамды құраған. Бұл 1,8 есе өскен екен. Бұл да қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Ал жылдың соңына дейін 1,4 миллионға дейін жетеді деп ойлаймыз. Осындай үміт бар. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді келесі сұрақты мен парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз ханым өзіңізге бағыттайын деп отырмын. Жалпы президент жолдауда мысалға білім сапасын арттыру мәселесіне де ерекше назар аударды. Осы бағытта қазір қандай жаңа жобалар қолға алынып жатыр? Заңдық тұрғыдан да қандай бір жаңа жобалар іске асатын болады? Осыға да тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Негізі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында былай айтты. Сапалы білімге қолжетімділік бұл әрбір баланың мызғымас құқығы деді. Сәйкесінше бұл жердегі ең түйткілді сөз бұл сапалы білім, білімнің сапасы. Біз бір нәрсені нақты түсінуіміз қажет. Мұғалімдеріміздің білімнің сапасы көтерілмейінше біз балаларымыздан білімнің сапасының жоғары болады дегенді күте алмаймыз. Соған байланысты педагогикалық университеттер осы мұғалімдерді даярлайтын, оларда жалпы мұғалімдерді даярлауда енді біз бірнеше механизмді заңмен өткен сессияда да бекіттік. Мысалы, қазіргі таңда шекті бал 75 бал, бұрында 50 бал болатын, оқуға түсудің. Сонымен қатар университетте педагогикалық мамандықтың стипендиясы ол бірнеше есе жоғары басқа мамандықтарға қарағанда. Егер ұмытпасам, ол бүгіннің өзінде мысалы 58 мыңды құрайды. Басқа мамандықтарға 32 мыңды құрайды. Биыл тағы да бұл шәкіртақы өскендігін біліп отырмыз. Яғни педагогикалық мамандықтардың жалпы
еңбек нарығындағы тартымдылығын арттыруға байланысты экономикалық тетіктер заңмен бекітілді. Бұл педагог мәртебесі туралы заңның аясында, сонымен қатар жалпы мұғалімдердің айлық жалақысын өсіруге қатысты жыл сайынғы мемлекет басшысының тапсырмасымен өсіп отырған жаңағы қосымша ақылардың көтерілуі. Енді бұдан бөлек ең үлкен мәселе бұл әрине мұғалімдеріміздің біліктілігін арттыру жүйесін жолға қою керек. Бүгінгі таңда мұғалімдердің біліктілігін арттыру бұл екі бағытта жүзеге асырылады. Негізгісі бұл пәндік құзыреттіліктерін дамыту. Мысалы, мен үшін бұл сәл түсініксіз. Неге? Мұғалім 4 жыл өзінің пәндік, мысалы тарих пәнінің мұғалімі болса, сол мамандыққа ол кәдімгідей құзыреттіліктерін меңгерді. Енді мектепте 5 жыл жұмыс жасағаннан кейін, қазіргі таңда 3 жылдан кейін, 3 жыл сайын ол біліктілігін арттыра алады. Ол қайтадан барып, сол тарих пәнінің мұғалімі ретіндегі құзыреттіліктерін арттыру менің ойымша жеткіліксіз. Бұл жерде әрбір мұғалімге психологиялық, яғни біз психологиялық қызмет деп айтатын болсақ, онда міндетті түрде кез келген мұғалім өзінің сабағын беріп тұрып, өзінің сабақ беріп тұрған сыныбындағы балалардың психологиялық әл ауқаты туралы мәселені ақпаратты толық меңгеру керек. Ол тек қана өзінің пәннен пәндік білім емес, сол сыныптағы балалардың ахуалы туралы мәселені толыққанды білу керек. Ол үшін әрине кез келген мұғалімге психологиялық осындай құзыреттіліктерді қосымша біліктілікті арттыру мәселесінде қарастырса деген ой бар. Екінші үлкен мәселе бұл педагогтарымыздың жалпы мына методиканы меңгеруі. Өзіңіз білесіз, пандемия кезеңінде барлық мұғалімдер жаппай онлайн білімге көшті. Сол кезде онлайн компьютер арқылы сабақ берудің методикасының қаншалықты қиын екендігін, қаншалықты күрделі екендігін біз сол жерде сезіндік. Сәйкесінше осындай онлайн педагогикаға қатысты құзыреттіліктерді дамыту үшін бәлкім осы методиканы дамыту қажет шығар. Бұдан бөлек енді әрбір баланың әрбір пәнді меңгеру қабілеті бар ғой. Бір бала толыққанды сол пәнге құштар болады, өйткені сол пәнге қабілеті жоғары болады. Басқа баланың осы пәнге деген қызығушылығы сәл-пәл аз болады, өйткені ол мүмкін гуманитарлық саланы меңгергісі келетін шығар. Әр баланың өз ерекшелігі бар ғой. Осы кезеңде мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің мәні сол, ол әрбір баланың өзіне жеке жол табатындай сондай методиканы меңгеру керек. Бүгінгі таңда бұл әрине өте күрделі. Бүгінгі таңда енді технология қатты дамып кетті. Жасанды интеллект қалай дамып жатыр. Соған сәйкес мұғалімдеріміз де осы бәсекелестікте қабілеті жоғары болу керек. Міне сапа деп айтқан кезде, міне мұғалімдердің біліктілігі деп айтқан кезде, бізде бүгінгі таңдағы жаһандану заманының өзінің дамуы бар. Геосаяси жағдайдың күрделі мәселесі бар. Сонымен қатар технологиялардың, оның ішінде цифрлық технологиялардың күннен күнге дамуы, жасанды интеллекттің біздің өмірімізге толыққанды еніп кетуіне байланысты педагогика саласындағы мұғалімдердің біліктілігіне қойылатын талап та өзгереді. Сәйкесінше менің ойымша оқу ағарту министрлігі мұғалімдердің біліктілік жүйесіне толыққанды үлкен өзгерістер енгізу қажет. Ол өзгерістерді біз енді өзімізде жоспарлап отырмыз. Біз ұстаздар күні қарсаңында кездесіп отырмыз. Бұған қатысты мемлекет басшысының да үлкен тапсырмалары болады деген ойдамыз. Соған қатысты біз енді осы биылғы ұстаздар күнін күтеміз. Сол жерде бір үлкен жақсы жаңа бастамалар көтеріледі деген үміттеміз күтеміз. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз жақсы көтердіңіз мәселені. Шынымен де жаңа сіздің айтып отырған тәжірибеңіз, әдістемеңіздің барлығы мысалға мына Финляндия сияқты мемлекеттерде жүзеге асқан реформаның бір көрінісі. Шынымен де мына озық қазір білім беру әдісін әлемге танытып отырған осы фин елі. Осы жаңа өзіңіз айтып отырған тәжірибенің барлығы сол мемлекетте мысалға жақсы жүзеге асқандығы қазір көрініп отыр. Оны әлем елдері сарапшылары бәрі бағалап отыр. Енді бізде осындай жақсы үрдіске біртіндеп көшуіміз керек әрине. Енді тағы да бір мәселе, мысалға осы жолдауда көтерілген бәріне бірдей білім беру үшін интернет жылдамдығы жоғары және білім берудің цифрлы ресурстары тегін әрі қолжетімді болуы шарт деді. Енді сіздер жақында ғана
ауылдарды, өңірлерді аралап келдіңіздер ғой каникулдың кезінде. Өзіңіз аралаған ауылдарда интернет жақсы қамтылған бе екен? Осыған бір көз жеткіздіңіз бе? Енді интернет мәселесі соңғы 2 жылда жүйелі көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұған қатысты цифрлық даму министрлігінің де өзінің пайымдары, тұжырымдары бар. Бұны қоғам талқылауда. Бірақ десе де бүгінгі таңдағы интернет ол біздің өміріміздің күнделікті тұрмыс тіршілігіміздің бір айнымас бөлшегіне айналғандығы айқын. Осыған қатысты енді бірнеше интернетті ауылға апарудың, сол арқылы ауылдағы жаңағыдай қолжетімділік дамыту мәселесін айтып жатыр. Біз осыдан 2 жыл бұрын бір мәселені көтердік. Естеріңізде болса, мысалы банк операторлары интернетсізде өзара жаңағыдай төлемдер жасай алатын механизмдерді қосқандығы баршамызға белгілі. Сәйкесінше әрбір мектептегі әлемдегі үздік педагогикалық білім ресурстар қолжетімді болу үшін соның барлығын мектепке апарып қою қажет. Ол үшін бүгінгі таңда осы ресурстарды әзірлейтін компаниялар, оқу-ағарту министрлігі, цифрлық даму, өнеркәсіп және аэроғарыш министрліктері барлығы бірлесіп, осындай кешенді жоспарды қабылдау қажет деген ойдамыз. Бүгінгі таңда бізде 1000-нан аса ауылда интернет жоқ. Сәйкесінше ол ауылдарда мектептердегі интернет әрине өте жылдамдығы төмен. Бірақ дегенмен бұл жерде көрсеткіштер. Кейбір ауылдарда қағаз жүзінде интернет бар. Оны біз сізбен талқылағанбыз. Бірақ барып қалған кезде тіпті бұл Астананың жанында интернет қолжетімсіз. Яғни бұл жердегі белгілі бір көрсеткіштердің, индикаторлардың, сол жердегі мысалы шынтуайтындығына көз жеткізу үшін цифрлық даму министрлігі тағы да бір өздерінің арасында сараптама, зерделеу жұмыстарын жасау қажет. Жақсы. Енді соңғы сұрағым өзіңізге бағытталады. Тағы да мына 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырамын деді президент. Міне осы жүйеге де байланысты бір ақпарат бере кетіңізші. Енді бұл жүйе 5 жастан деп нақты айтылып тұр. Бұл ата-аналардың жалпы өздерінің жеке жаңағыдай қалай айтсақ екен бастамасымен ерікті негізде жүзеге асырылатын жүйе. 5 жастағы дегеніміз бұл мектеп алды даярлыққа. Сонымен қатар мектептің барысында балалардың шығармашылығын, техникалық құзыреттіліктерін, жалпы қандай да бір дағдыларын дамытуға бағытталған осындай жинақ болуы қажет. Бұдан бөлек еңбектің нарығына жалпы білімнің сапасын, білімнің мазмұнын бағыттап отыру мәселесі де айтылды. Келешек жинақтау жүйесі балаларымыздың сапалы білім алуы, олардың жалпы осы білімді өмірде қолдана алу дағдысын игеруі және өздеріне қажетті негізгі құзыреттіліктерді меңгеріп, еңбек нарығында өздеріне қабілеттеріне сәйкес жақсы жол табуына негіз болатын жүйе. Енді бұл жүйені біз жалпы мәжілісте талқылап бастадық. Осы аптаның сенбі күні үкіметте бұл кеңінен талқыланатын болады. Сол жерде экономика министрлігі бар, банктер бар, бұдан бөлек оқу-ағарту министрлігі және ғылым жоғары білім министрлігі негізгі оператор, сонымен қатар қаржы орталығы. Біз олардан нақты механизмдерді күтіп отырмыз. Өзіміздің ұсыныстарымызды олармен талқыладық. Жақсы, енді онда бұл бағдарламаға байланысты алдағы уақытта арнайы бір хабар жасайтын боламыз. Өйткені бұл енді шынымен экономикалық есептік көрсеткіштерде қаралу керек, және мысалға қаржылық мәселелерге де байланысты шешілуге анықталу керек. Сондықтан да оған арнайы бір тақырыпты арнаймыз онда біз. Рахмет сіздерге, қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қатысып, осы президенттің жолдауында берілген тапсырмалардың қалай орындалып жатқандығы жөнінде өз мәліметтеріңізді бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, тікелей эфиріміз аяқталды. Эфирде тізгіндеген Еркін Байғабылұлы. Әрдайым ойымызды ашық және еркін айта білейік. Сау болыңыздар.